Болғанда елім қазақ жерім арқа, өскенбіз келер күнге үміт арта. Тараған қазағынан үш арыс ел, болады 4 миллион жанға тарта. Қазақтан үш ұл туды бірақ арыс, орта жүз екіншісі ол бегарыс. Кіші жүз ең кенжесі елге мәлім, атайды қойған атын деп жанарыс. Туыпты ағарыстан үйсін дулат, үйсіннен жайлайыр мен абақ тарақ. Дулаттан ботпай шымыр сиқым жаныс, туыпты жанарыстан алтын тамақ. Туыпты бегарыстан алты қожа, қара қожа ақшаммен дәрі қожа, момын қожа Смайыл Қасым менен аталған осылардың бәрі қожа. Тарады Осалтаудан біраз арғын, Қоңырат, Қыпшақ, Найман, Керей, Уақ, басқасын сонымен қоя тұрып, арғынға тоқталамын біразырақ. Үлкені бегарыстан қара қожа, онан туған арғынды дейді мырза. Арғыннан жетіл туды, алтыңдандар біртіндеп таратайын болсын ырза. Ақ сопы, қара сопы, арық сопы, сары сопы, момын сопы, иман сопы. Жетеудің енді бірі мейрам сопы. Тарақтыны білсендер жиен осы. Мейрамның 5 баласы 5 арыс ел. Орта жүз атам арғын бір асқар бел. Ұлы жүз кіші жүздің арасында жайлаған сарарқаны шалқарлы көл. Қуандық қаракесек жапсар ауыл, басынан бір туыпты болып бауыр. Мейрамнан көп өскені осы екеуі, бұлардан шықты жайсаң талай тәуір. Жазуға үлкен тарих бастамадым, сонда да босқа қарап жата алмадым. Айтайын Болат қожа атамыздың қалайша қаракесек аталғанын. Бай қызын мейрам сопы алған екен, жеңгесі ертіп келіп салған екен. Аламан жауынгерлік ел алыста қайталмай жездесінде қалған екен. Емшекте жеңгесінің бар баласы, 3 адам ертіп келген айналасы. Біреуі тағы сондай жас келіншек, біргөскен бай қызының жан жолдасы. Жете алмай екі әйелде қалып қойды, мейрам сопы ойлайды әрбір ойды. Біз үшін ел жұртынан айырылды деп, жеңгесін ақылдасып алып қойды. Ал енді 3 әйелден туған бала, аттарын мен айтайын сендер сана. Ел болды біразырақ қамбар деген манағы емшектегі келген бала. Әйелден қыздай алған туды 4 ұл, қуандық сүйіндікпен 2 деп біл. Бегендік шегендікпен бұл 4-еуі өсіпті ағайынға боп зорлықшыл. Жеңге болған әйелінен шұбыртпалы, туғаннан жалғыздықты ұмытпады. 4-еуі бәйбішедей бірыңғай ғой, жалғызды тайша теуіп жуытпады. Сонымен өтіп жатты күндер талай, мейрамның 2 әйелінен көңілі жай. Екеуі оңашада ақылдасты, болады қарқабаттың жайы қалай. Жігітке өзі тендес берсек пекен, болмаса бірге алысып жүрсек пекен. Сопыға тоқалдыққа мұналдырып, жазғанын неде болса көрсек пекен. Екеуі соныменен біраз жүрді, қыс өтіп келесі жыл болатын жаз. Жаз шығып жан жануар масайрасып, көлдегі қиқулайды үйрекпен қаз. Қар еріп, күн жылынып кетті ызғар, мәз майрам көңілденді жан жануар. Осындай жаздың жайлы бір күнінде шомылып қайтты көлден қос арулар. Екеуі келе жатса Қарқабатта, қайтыпты суға барып сол сағатта. Отырған Қарқабаттың орнын көріп, 2 әйел қалды сонда бір ғажапқа. Дәреті жерді тесіп кеткен екен, тереңдік бір қарысқа жеткен екен. 2 әйел ішін тартып таң қалысты, Қарқабат шын асыл жан неткен екен. Екеуі бұдан кейін үйге қайтты, сопыға көргендерін келіп айтты. Осыдан бір асыл зат туады деп, мақтады қайта-қайта Қарқабатты. Қорқылма, бұл асылды жатқа деді, жақсылап тәрбиеле сақта деді. Екеуміз қызған балық тоқалдық қал, қол жетпес мыңдай асыл затқа деді. Мейрамда қарсылықсыз көне қалды, уәде жарайды деп бере қалды. Қидырып ақ некесін молдаларға, 3-ші тоқалдыққа мұны далды.
Рас боп аналардың бұл айтқаны, ықылас жүрегімен бір айтқаны, 7-ші ұрпағынан Қазыбектей данышпан туатынын дәл айтқаны. Күн өтті, жұма өтті, айлар өтті, қарқабат буаз болып бала бітті, 9 ай 9 күні жеткеннен сон баланың туатығын күні жетті. Ұл туды күні жетіп қарқабаттан, қарқабат қуанышқа сондай батқан, тоқалды жарылқаса ұл береді деген сөз бар емес пе ақиқаттан. Тоқалдың қалжасына құлын сойды, қуанып мейрам сопа қылды тойды. Ат қойып азан айтып жұрт жиналып, баланың Болат қожа атын қойды. Болатта өсе берді өрімталдай, бұлдырлай айтқан сөзі шекер балдай. Ырза боп баласының қызығына қарқабат қараушы еді көзі талмай. Жасынан өжет болды Болат бала, ер жетіп ақыл есі кірді сана. Досқа дос, қасқа қастық істейтұғын, адамда бір қасиет келсе шама. Болаттың дәл осындай мінезі бар, жолына әділеттің жанын қияр. Біреудің артықшылық ісін көрсе, сол істі түзетуге болды құмар. Досынан барлық ісін жасырмады, қастасқан адамына бас ұрмады. Біреуден артықшылық көре қалса, алғанша одан кегін басылмады. Өзгеше өжет болды Болат бала, қамбармен шұбыртпалы болса дағы, ығысып бәйбішенің төртеуінен жүргенде оған болды Болат пана. Болған соң қуандықтың көңілі қатал, тоқалдың балалары қалай батар, бірікті шұбыртпалы қамбар Болат, аздардың атасы бір деген мақал. 4 ұлы бәйбішенің ерте жеткен, 4-еуін бәйбішеде еркелеткен, тоқалдың 2 ұлына зорлық қылып, бөтенсіп қамбарды да тентіреткен. Атамыз мейрам сопы жуас кісі, тоқалдан туғандарға бұрады іші, 4-еуі бәйбішеге ырық бермей, әкенің ыңғайымен боладысы. Сонымен күндер өтті, айлар өтті, мейрамға өлетіғын уақыт жетті. Тараған 6 арыс ел бір өзінен, атамыз ұзақ жолға сапар шекті. Өсірген кемерінен бір талайдың, атамыз жатқан жерің болсын жайлы. Көрмеген көшесінен жарылқа деп, ұрпағы бірнеше мың қолын жайды. Өлген сон мейрам сопы балалары, ұлғайды бұрынғыдан аналары, сыйыспай артындағы мал мүлкіне ашылды араз болып аралары. Қайғыда қалды қамқор аналары, бәрінің мейрам еді паналары, ұстауға балалардың басын қосып, келмеді аналардың шамалары. Бір күні ауыл жетті жайлау жаққа, қуандық осы кезде деген шақта, азырақ қатты сөзге келіп қалды, таласып Болат пенен мінер атқа. Үлкендеп Болат оны сыйламады, айлын одан қорқып жинамады. Болатты сабаймыз деп ашуменен баласы бәйбішенің жиналады. Болатта ашуланды көзі жайнап, жиналды мұны көріп ауыл аймақ, қамбармен шұбыртпалы жанжал болса, Болатқа болысуға тұр ыңғайлап. Біреулер ертіп келді аналарын, қарашы аналардың даналарын, сендерге не жетпейді қойындар деп таратты ұрсып-ұрсып балаларын. Сөйтсе де іштерінде кегі қалды, татулық таза көңіл болмай қалды. Қазақтың ескі әдет құрпыменен бөлінді, бір-бірінен енші алды. Баласы бәйбішенің өңкей қасқа, ер жетіп ие болды малмен басқа. Аз беріп сыбағалы еншілерін қиянат қылды сонда 2 жасқа. Шыдамай бұл қорлыққа Болат қожа қамбармен шұбыртпалыны қасын ала, бір түнде бар жылқыны айдады да жөнелді қайдасын деп бетпақтала. Елсізде бір қораға кезігеді, азырақ сол қорада көзіледі, жылқының қылған сүрлеу үзіменен қуғыншы ертен түсте ілігеді. Қуандық сүйіндікпен келді қуып, бегендік шегендікпен оған жуық, оянып күн шығарда Болат қожа бұлаққа жатыр еді бетін жуып. Қару жоқ балтаменен сойыл найза, қарусыз төбелесте қандай пайда, қораға жылқы тұрған жүгірісті сол жерде істемекке амал айла.
Қораны соққан екен қарашымнан, Болатта қорқар емес қуғыншыдан, жалмажан қарашымнан қолын алып, қуғыншы ағаларын шыммен ұрған. Қораға қуғандарда жуықтайды, Болатта шыммен ұрып жуытпайды, жылқыға ие болып қамбар тұрды, көрсетті көп қайратты шұбыртпалы. Сонымен кешке дейін болды жанжал, қылады кімге опа дүниемен мал, дәл тиіп лақтырған кесегінен бет аузы қуандықтың болды дал-дал. Болама төбелесте жаумен есеп, тұрама ұра бер деп арқа төсеп, қолында жау жайрайтын қару болды, қораны қалаған шым қара кесек. Сол Болат Қарқабаттан бат алыпты, еншісін бәрін талап ат алыпты, ағасын қарашымен ұрып жығып, сондықтан қара кесек атаныпты.